Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге қатпарлы қамыр дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 мг су, уксус столовый 9%, яблочный доваривает, 1 чайная ложка, 400 мг плюс-минус 50 грамм ұн және 150 граммдай май. Бір жұмыртқа керек. Мен бастайық. Жұмыртқамызға су құямыз. Тұз бар еще. Чайная ложка. Тұз 1 чайная ложка. Онға араластырып жібере аламыз. Осыған енді ұнды араластырып. Илеген нанымызды енді дөңгелетіп жайып аламыз. Екінші қамырымды да осылай жайып аламыз. Жайып аламыз қамырды осылай. Үстінен сары майымызды жағып шығамыз.